Армысыздар қазақ елі. Біз бүгін батыр ана Гаухар Танашева Шаймерденқызы туралы айтатын боламыз. Гаухар 1974 жылы 29 қарашада дүниеге келген. Қазақ, білімі жоғары, дәрігер-кардиолог. Білімі 1992-98 жылдары Асфендияров атындағы Қазақ мемлекеттік медицина университеті, емдеу ісі. 98-2000 жылдары Асфендияров атындағы Қазақ мемлекеттік медицина университеті, кардиология. 2002-2007 жылдары Халықаралық мамандықтар институты, экономика. 2008 жылы кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты, кардиология мамандығы бойынша біліктілігін арттыру. Еңбек өтілі, қызметтері. 2000-2002 жылдары Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінде интерндерге арналған ішкі аурулар кафедрасының ассистенті. 2003-2016 жылдары ірі фармацевтикалық компаниялардың маркетинг бөлімі. 2014-2022 жылдары Қазақстан балалары жастарды дамыту Алматы қайырымдылық қоры қоғамдық қорының президенті. 2020-2023 жылдары Қазақстан аналарының бірлестігі корпоративтік қорының директоры. 2023 жылға 28 наурыздан бастап Қазақстан халық партиясының партиялық тізімі бойынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші шақырылым депутаты, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің Қазақстан халық партиясының фракциясының мүшесі. Марапаттары мен атақтары. Алматы қаласында өткен мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпазы, жаңа Қазақстанның 100 жаңа есімі республикалық байқауының жеңімпазы, Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың атынан Алматы қаласы мен Алматы облысының балалар үйлерінің басшыларының атынан алғыс хаттармен марапатталған. Отбасы жағдайы жолдасы қайтыс болған, 11 бала тәрбиелеп отыр. Гаухар Танашева не үшін отставкаға кеткені белгілі болды. Мәжіліс депутаты, Қазақстан халық партиясы фракциясының жетекшісі Магеррам Магеррамов депутат Гаухар Танашева неге отставкаға кеткенін түсіндірді деп хабарлайды Бақ.кз тілшісі. Магеррамов Танашеваның мәжілістен кетуі қандай да бір нақты себептерге байланысты емес екенін айтты. Танашеваның кетуіне нақты себеп бар ма деген сұраққа жоқ, себебі жаңа міндеттер. Ол өз жұмысын істеді, әлеуметтік мәселелерді көтерді. Енді жұмысшы мамандықтары бойынша жаңа міндеттер тұр. Бізде бұл бағытта өз көзқарасымыз бар, қалай жасау керегін білеміз. Дәл осы мәселемен депутат Нұралин айналысады деп жауап берді Магеррам Магеррамов. Сондай-ақ ол мұндай ротацияның қалыпты тәжірибе екенін қоса айта кетті. Партияның міндеті жұмыс істеу. Біз жұмысшы мамандықтарын белсенді түрде насихаттауға дайынбыз. Бүгін мен осы мәселеге қатысты депутаттық сауал жолдаймын. Асылбек Нұралинге нақты міндеттер қойылған. Біз кәсіподақтар туралы заң жобасының бастамашысымыз. Ол осы мәселемен айналысады, деді депутат. Қазақстан халық партиясының атынан мәжіліске сайланған депутат Гаухар Танашева 14 қаңтар күні депутаттық өкілеттігінен айырылды. 11 баласының анасы ұсынған әлеуметтік төлем мәселесі. Гаухар Шаймерденқызы 11 баланың анасы. Көп балалы ана елдегі демографиялық мәселелерге жиі ден қойып, былтыр маусымда қазақстандық балаларға 70 мың теңге әлеуметтік төлем төлеуді ұсынған еді. 2023 жылы Гаухар Танашева отбасылық капитал бағдарламасын іске асыру туралы бастама көтерген еді. Депутат елімізде 550 мың көп балалы және ерекше балаларды тәрбиелеп отырған 107 мың отбасы барын алға тартып, 4-ші баласы дүниеге келген отбасыларға 2 миллион 300 мың теңге беру бір жолғы төлем туралы ұсыныс айтқан болатын. Гаухар Танашева 2023 жылы Алматы, Шымкент, Қонаев, Талғар қалаларына барып, Жамбыл, Түркістан, Жетісу облыстарын аралап шыққан. Аталмыш аймақтардағы ауыл, аудандарды аралап, халықпен тілдесіп, бірнеше мәселелерді тізіп шыққан еді. Депутат өңірлердегі мектептер мен ауруханаларға күрделі жөндеу қажет екенін алға тартып, шаруаларға жайылымдық жер жетіспейтінін жариялады. Бұған қоса көп балалы және әлеуметтік қорғалмаған отбасылар атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алмай жүргенін мәлімдеді. Сонымен қатар медицина саласы қызметкерлерінің жалақысының мардымсыздығына да назар аударды.
Құрметті оқырмандар, қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ол видеоларымның неғұрлым көп таралып, көп оқырман көруіне септігін тигізеді. Келесі видеода кездескенше амандықта болайық.